Барлықтарыңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз грамматиканы бастаймыз. Жеке есімдіктер, қарапайым грамматиканы, яғни поэтапный планды қазір сіздерге түсіндіріп өтемін. Жаңадан бастаушыларға арналған грамматика бізде оңай болады. Грамматика ережелерді сөйлеуді дұрыс құруға және басқа адамдардың не айтып жатқанын түсінуге көмектеседі. Ағылшын тілінде тіл нормаларын сипаттайтын көптеген ережелер бар, бірақ әрқайсысының өзінің ерекшеліктері, логикасы бар. Егер сіз оны түсініп үйренетін болсаңыздар, грамматикада еш қиындық болмайды. Ең бастысы жаттығу және әзірге оңай қарапайым грамматикаларды түсіндіремін. Поэтапный план мынандай. Алдыңғы видеоларда план бізде алфавит, әріптер, транскрипция, лексика, сандар болған. Енді біз ары қарай грамматика өтеміз. Грамматиканың ішінде поэтапный планға мыналар кіреді. Көпше түрдегі сөздер, зат есімдер, ол видеоны мен уже шығарып қойдым. Есімдіктер, яғни местоимение, to be етістігі, глагол to be, етістіктің шақтары, времена глагола, артикль және предлоги, демеулік және ағылшын тіліндегі жеңіл фразалар. Яғни әзірге біз нөлден басталатын ағылшын тілінде осы план бойынша жүріп отырамыз. Яғни ары қарай қандай сабақтар болады және қандай сабақтар өттік, неден бастадық және неге келе жатырмыз, сіздер шатаспау үшін осындай план жасап қойдым. Осы план бойынша жүріп отырамыз. Бүгін план бойынша бізде есімдіктер, көпше түрдің видеосы уже бар. Түсіндірдім, кейін тағы да қосымша түсіндіремін. Есімдіктер жалпы ағылшын тілінде есімдіктердің 7 түрі бар. Барлығының мағынасы мен рөлі бар. Сіздер жаңадан бастаушы болғандықтан ең қарапайымнан бастаймын. Яғни жеке есімдіктер, личные местоимения. Мен, сен деген есімдіктерді өтеміз. Ағылшын тілінде есімдіктер жекеше түрі бар және көпше түрі бар. Біздің қазақ тіліне ұқсайды. Мен деген бірінші жақта я, мен деген I болады. Екінші жақта сен немесе сіз деген you, үшінші жақтағы ол немесе бізде қазақ тілінде тек ол деген сөзді қолданамыз ғой, ал орыс тілінде он, ана, ано болып родқа бөлінеді. Женский род, мужской род болып. Сол сияқты ағылшын тілінде де осылай родқа бөлінеді. Он деген he болады, ана she, ано it болады. Ал көпше түрге қарайтын болсақ, біз деген we, бірінші жақта, екінші жақта сіздер деген, немесе сендер деген you болады. Яғни мынау you мен бірдей, еш өзгеріс жоқ. Үшінші жақта олар деген they болады. Тағы да дұрыстап түсіндіріп өтейін және орысша қалай айтылатыны транскрипциясы мына астында. I, мен, мына транскрипцияның ішінде оқылуы. You, сен. He, she, сен, он, немесе ана. Суреттегідей. We, біз. It, ано, яғни жансыз заттарға қолданады it деген сөздерді. They, они, олар. Мысалмен қарастырайық. Мен деген I болады. Мысалы, мен оқушымын. Не болмаса, мен женский родтағы I am a girl, девочка дегенді алатын болсақ, мұнда I деген есімдікті қолданып тұр. Екінші, you, сен немесе сіз. You are beautiful. Ты красивая. Сен немесе сіз әдемісіз. He, ол деген сөз. He is a pupil. Он ученик. Ол оқушы. Ол баланы айтып тұр, She, ана, ол деген сөз. She is a girl. Ана девочка. Ол қыз бала деген сөз. It, ано. Яғни ол зат деген сөз. It is a flower. Это цветок. Бұл немесе ол гүл. We деген біз деген сөз. We love apples. Мы любим яблоки. Яғни біз алманы жақсы көреміз. They деген они. Яғни олар деген сөз. They are a family. Они семья. Олар отбасы.
Тағы да жөндеп дұрыстап қазақша түсіндіріп өтейін сіздерге. Мен, I, сен, немесе сіз, you, ол ұлдарға he, ол қыздарға she, ол жансыз заттарға it, біз we, олар they болады. Мысалы, мен оқушымын болса, I am a pupil. Сіз оқушысыз, you are a pupil. He is a pupil. She is a girl. It's a flower. We love apples. They are a family. Мына мысалдарды тағы да дұрыстап оқып қайталап шығуға сіздерге кеңес беремін. Түсінікті болды деген ойдамын. Есімдіктердің еш қиындығы жоқ. Яғни кім, не деген сұрақтарға жауап беретін жай есімдіктер. Кім, мен, сен, ол. Тек ерекшелігі мұнда қыз бала, ұл бала деп бөлінеді. Және қолданған кезде шатаспаймыз. Мына кестені жазып алсаңыздар, осы кесте түсініктірек және оңайырақ. Тек мұнда орысша, сіздер қазақшаға менімен бірге аударып алсаңыздар болады. Бірінші жақта мен, екінші жақ сен, сіз, үшінші жақта ол, ұлға, қызға және жансыз заттарға. I, you, he, she, it, we, you, they. Шатаспаймыз, иә? Және you, сіз, сіздер, сен, сендер дегенге барлығында you қолданыла береді. Осымен бүгінгі сабақ тамам аяқталды. Осы түсінікті деген ойдамын. Егер есімдіктер түсініксіз не болмаса қиын болып жатса, қайталап көріңіздер, немесе келесі сабақта сіздерге жаттығу қосып беремін осыған байланысты. Әзірге осы жеткілікті. Осыны тек жазып, дәптерге жазсаңыздар түсінікті болады деген ойдамын. Және сөйлем құрап көрсеңіздер болады. Егер сөйлем құрай алатындай деңгейге жетсеңіздер, онда осы есімдіктерді қолданып сөйлем құрап көріңіздер. Сол кезде оңайырақ болады. Осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақта жалғастырамыз. See you soon.